Дәрігердің балаңыз емге келмейді деген сөзін естігенде жүрегім қақ айырылғандай болды. Талай ерекше балаларды емдейтін орталықтарға бардым. Күттім, сендім, бірақ еш өзгеріс болмады. Бірақ бір күні біз басқа бір орталықтың есігін аштық. Бұл жерде мені де, баламды да жылы қарсы алды. Алғаш рет жүрегім тынышталғандай болды. Орталықтың негізін қалаушы Индира Мурат қызымен сөйлескенде, оның өз ісін жүрекпен атқаратынын түсіндім. Ол өзінің білімі, тәжірибесі, жолы туралы ашық айтты. Индира Мурат қызының жетістіктерінің көп екенін көріп, жүрегіме үлкен сенім ұялады. Бұл мамандар балама жай ғана сабақ өткізген жоқ. Олар оны түсінді. Сабырмен, мейіріммен жұмыс істеді. Көп күттірмей, алғашқы кішкентай нәтижелер көріне бастады. Мама. Сол сәтте балам маған қарап, мама деді. Ұжымның балаларға деген ерекше қарым-қатынасы, өз жұмыстарына деген жауапкершілігі өте жоғары. Ава сабағынан беретін Диана апайға ерекше алғысымды білдіремін. Әр балаға ерекше көңіл бөліп, жылулық сыйлайды. АФК сабағынан беретін Рахман ағайға алғысым шексіз. Сіздердің тынымсыз еңбектеріңіз бізге үміт берді. Бұл жол оңай болған жоқ. Бірақ бүгін біз үмітпен өмір сүріп келеміз. Бұл орталық маған ең қымбатты нәрсені қайтарды, үміт пен сенімді. Шын жүректен алғыс айтамын. Шын жүректен алғыс.